жобасы бойынша ел болып, жұрт болып, осы жобаға қатысып жатыр кітап оқуға. Біз де осы жобаға үлесімізді қоссақ деген ойдамыз. Бізге берілген тақырып Мұхтар Әуезовтің «Қараш-қараш» әңгімесі. Бұл шығармада әлеуметтік теңдік пен теңсіздік, ар-ождан мен намыс, кек алу мен бауырға деген махаббат баяндалады. Ұлттық деңгейге көтеріліп жатқан осындай жақсы жобалар көбейе берсін деймін. Мұхтар Әуезовтің өмірбаяны нелерін талқылап отырмыз ғой. Бұл жерде Мұхтар Әуезов 1897 жылы 28 қыркүйекте Семей қаласында, облысында дүниеге келді. Ол кісінің айта берсек өмірді жолы ерекше тұлғалардың бірі. Ол кісінің көптеген кітаптары, жазушы әңгімелері, повестері болды. Мысалға сол көп нелердің бірін алатын болсақ, біздің талқылап отқан неміздегі «Қараш-қараш» оқиғасы. Бұл «Қараш-қараш» оқиғасында ең маңызды екі ағайынды туралы. Ол ағайынды жаңа Шарапат аға айтып кеткендей, ол ағайындының көрген қиыншылықтары, шындыққа және адалдыққа күрескен күрестері бар. Соның ішінде Тектіғұлдың Сәлмен байдан бір ауыз маған жылы киім бер деген үшін қатты ұрып сабап тастап, соның кесірінен сары ауру деген ауруына шалдығып қайтыс болады Тектіғұл. Оның бауырының қайтыс болғанын ашуымен Бақтығұл Сәлмен байдан кек алу үшін Сәлмен байға байдың малдарын ұрлыққа түседі. Өштеседі, қатты өштеседі. Жараспай байға барады. Ол болғанда тура сол Сәлмен байға қалай көмектесті, тура солай қызмет жасайды болғанда. Бұл жерде байлардың болысқа таластығы болады ортада. Болысқа таластығы болады, соның ішінде жәбір көретіндері тек қана қарапайым адамдар. Қарапайым адамдардың малын тонайды, оның барлығын байлар өздерінің күшпен тартылады. Ол жерде Бақтығұл сүрініп көмектеседі. Зерттеуші ғалымдардың тұжырымымен бұл шығармада Бақтығұл өмірде болған. Бақтығұл Тұрар Арыскелбеков, ал осы шығармада Жараспай Саймаса үшке кемпір болады. Бақтығұл ерлікті аңсаған намысшыл қазақ жігіті. Сәлменді өлтіріп, інісі үшін кек алып түрмеге түседі. Мұхтар Әуезов осы болған оқиғаны көркем шығармашылық етіп жарыққа шығарды. Қараш-қараш оқиғасын бізбен Аймауытов бірге жазады ғой. Бақтығұл туралы басындағы ақиқат дейінде сол туралы көтеріліс болған не болды? Сол жылы 30 жылы алаш қозғалысы болады. Соған осы себептен бас көтеруші сен деп осыны тұтқындай болған. Содан 32 жылы босап шығады. Сонан кейін жаңа нені жазады, повестілер, ең көбек, қорғансыздың күні, күнәмсіз қыз. Сонда абақтыға не істеген Мұхтар Әуезов па? 36 жылға дейінгі 36-та жазады осыны. Ол Мұхтар Әуезов бұл. Мұхтар Әуезов онда айтып отқан қандай?